Шымылдықты жабамыз. Маржанды таңдадық. Маржанның үміткері, келіңіз. Талғат, жасыңыз нешеде? 25. Ташкент. Қош келдіңіз, Талғат. Дауысым сондай. 25 жасар қылшылдап тұрған дауыс деп айтасыз. Семьяда нешеусіздер, Талғат, және ата-анаңыз біле ма мен таңдап келгеніңіз? Ата-анам біледі жалпы. Ажырасқансыз ба? Соңғы отношениеңіз қашан болды? Бір где-то 7-8 ай болды. Балам жоқ. Соңғы отношениеңіз, қарым-қатынасыңыз не үшін тоқталды? Арғандай келіспей қалдық та. Қобалжып отырмын негізі. Бекзат, сұрағыңызды қоясыз? Мен талаптарымды біліп келген шығарсыз, Талғат? Жалпы енді сен үшін Алматыға келіп жатырмын ғой енді. Адамның артынан кірі іздейтін болсақ, бұл жерде минутсыз адам жоқ. Адам болғасын болады ол. Одан бұрын Маржанды таңдап келуіңізге не? Қожаның алдында негізі былай, андай келгім келген ғой. Ал сіз Жансаяға қай уақытта келіп еді? Одан кейін келдім ғой. Кейін келдіңіз. Кейін құрдаспыз, бір жағынан тағдырласпыз. Ойлы болып жүрдім да, ол қабылдай ма, қабылдамай ма. Жансаяға неге келдіңіз онда? Жансаямен таныс көргім келді. Бұл жерде енді Б вариант сияқты сезім қалдым, бір пешка сияқты. Ешқандай өкпем жоқ, қош келдіңіз, қадамымызға гүл бітсін. Сені бір ұмыта алмайтын сияқтымын деген сөздер айтқан болады. Сондай асығыстық сөздер айтпаңыз дедім. Біз енді танысып жатырық деп. Менен кейін аяғын бұл студияға баспайды деп айтқан болады. Студияға аяқ баспаймын деген жоқпын. Сенен кейін ешкімге бармаймын ау деді. Адам баспаймын деген жерін 1000 рет басады. Ринат, мен шынымен сізді көрген қуаныш. Бір Маржан екеуміздің арамызда бір әңгіме болды. Өте жақсы кісі екен, өте ақ көңіл, көрініп тұр күшті жігіт. Бетіндегі бүжірін кетіру керек. Жап-жақсы ойындағы кісі, ары қарай өзінің қолына аласыз. Бақтылыңыздар. Кеше кездесті деген. Айтшы берейін. Бұл жерде Алматымен кездестім, Айгүлмен кездестік. Қайырымдылық эфир өткізілген ғой. Бірнеше адамдар. Жақсы, жұмыс жайында, жұмыс жайында. Түсінбей отырмын, сәл сәйкестік па, әлде қалай? Мужик қойын, үлкен жігіт қой, кішкене әңгімелер ровын деген сияқты, бірақ та жаңа әңгімелерің ұят болды. Мына жерде мен Жансаяның ақысына кірген жоқпын. Бекзат, кім Маржан бос болмағаннан кейін Жансая келе салдым дедің ғой. келе салдым деген жоқ, мен Жансаямен танысып көрдім дедім, дұрыс па? Қыздардың намысына тиетін әңгіме айтқан жоқпын. Біріншіден бір ренжіткен жоқпын. Жоқ, сұрақ қойсаң андай шамалы миыңды ойланып барып жеткізіп барып қойшы. намысыңа тиетін бір сөздер келді ғой. Көлім қалды десем болады, өзімді бір екінші вариант, екінші сортқа түсіріп тастадым ба? Ринат мақтап жүр, жақсы қыз деп айтқан болатын Жансаяға ғой деп. Енді бұл жерде таныстықты Жансая тоқтатып отыр ғой. Ринат дальше жалғастыратын еді. Келмеді, Жансая жақсы қыз ғой, әдемі қыз ғой деп мақтаған болатын. Қайта-қайта Үміткер болып келемін немесе шақыру деген әңгіме болды ма? Андай ойындағы адам болмаған шығармын. Жеке әңгімелесу болған жоқ. Жоқ, ондай жеке қалу. Жақсы, көрерменге түсінікті болсын. Тағамыз бір тепсе темір үзетіндей еркектердің бірі ғой. Болды. Ол өзінің жақын құрбыларынан, жақын достарынан айырылып. Маржан ханымда емес, сіз де ешқандай жаңа қатыстыққа дайын адамға ұқсамаймын. Бұл кісі итак хайптың көкесінің бәрі істеп тастаған кісі ғой. Бұған хайп не? Адыл, не деген истерика мына жақта? Өзің сабырға келіңіз. Баласанып бұл нәрсе, ешқандай таза ниетпен келіп тұрған адамды мен көріп тұрған жоқпын. Уақытымды мен осылай арнасақ, мен ашуланатын едім мысалы. Бәрі-бірімен танысып, қызығушылығың бар деп ешкім махаббаттан өліп жатқан жоқ. Жансаяны ұмыта алмай, екі орталарыңызда бір не болып қалмайын ба, мен көпір болып қалмайын ба ертең? Қарым-қатынас болған кезде түрлі уәделер берілуі мүмкін. Бірақ орындалмауы ол адамның жамандығын білдірмейді ғой деген ешқандай әңгіме айтылған жоқ. Сіз үшін бүгін мүлдем тосын сый. Таныстық алаңы, танысып көргенде тұрған ештеңе жоқ. Сырласуға барасыздар ма, әлде сыртта жолығасыздар ма? Таныстық жалғасады. Жалғасады. Ой, қорқып кеттік қой тіпті. Сырласуға шығарып салайық. Гүліңізді алсаңыз да болады. Таныстық алаңы, құрметті көрермен.